Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпынуы. Әр адамның мінезі басқалардың бақытына әсер етеді. Демек ол пайда немесе зиянын тигізетін сипатқа ие. Ақылды кісілердің бақытты болғаны өте сирек. Біздер бақыт өзі келеді деп күтпей, керісінше оған өзіміз қол жеткізуіміз керек. Бақытты болған жерімізге ешқашан қайтып оралмаңыз. Қайда жүрсеңіз де өзіңізді бақытты сезініңіз. Ал белгілі бір жерге қайтып барсаңыз, онда бәрі құриды. Кім өзін құрметтесе, сол бақыттысыз. Бірақ оның есесіне өзіне әбден көңілі тоқ адам, ақылсыз. Егер Құдай сені бақытты еткісі келсе, қиын жолдармен жүргізеді. Өйткені бақытқа оңай жолмен жету мүмкін емес. Рухани жағынан сұлу адамдар, бұлар ең алдымен бақытты адамдар. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Балалық шақта бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай көрінетін. Қартайғанда оның тек өтіп кеткендігін сезінумен ғана шектеледі екенбіз. Кімге мына 5 нәрсе берілсе, ол адам бақытты. Деннің саулығы, сенімді болуы, ризықтың көптігі, мейірімді және сенімді жар, сабырлылық сезімі. Өзімізді бақытсыз деп сезінуіміздің себебі басымыздағы бақытымызды тірлікпен алысып жүріп байқамауымызда.